Жалғыз 40 жыл бойы жүрген Каран ақыры сүйген қызын тапқан еді. Бірақ ол қыз оның ең құрметтеген ағасын өлтірді деп ойлады. Қыз бар күшін салып өзін ақтауға тырысқанымен ол пышақты қан тоқтату үшін ғана алғанын айтса да, аға көз жұмарының алдында қызды қолымен нұсқап көрсетіп, оны айыптап кетті. Осылайша Каран қызды қылмыскер деп қабылдады. Бұл хабарды естіген соң Каранның анасын қайғы жықты. Ал кінәлі болған Сира сырттай қайғырып жүргендей көрінгенімен іштей қуанып жүрді. Ағаның сырттағы әйелі де жаңалықтан оның қайтыс болғанын білді. Жерлеу рәсіміне келгенде Сира оны көріп қуып жіберді. Полицияның тексерісінен кейін қаруда қыз бен оның ағасының саусақ ізі табылды. Соңғы үмітін жоғалтқан Каран да қызды қылмыскер деп сенуге мәжбүр болды. Қыздың әкесі тек қана қарыз берген шалға не деп айтарын ойлап әлегеді. Сот басталар алдында әкесі ұлын құшақтап, оның құлағына бүкіл кінәні өз мойнына алмаса, шал бүкіл отбасын қырып тастайтынын ескертті. Ағасы қылмысты өз мойнына алды. Осылайша қыз сот залынан босатылды. Каран бұл шешімге наразы болып, өз әдісімен ағасы үшін кек алуға бел буды. Ол қыздың туыстарын алдап шақырып, өзі қызды әжетханада ұстап алып, зорлықпен сарайдағы қоймаға қамады. Қыз мойындамайынша оны шығармайтынын айтты. Қыз өзін ақтап, ештеңе істемегенін, тек Каранды жақсы көретінін айтты. Каран жүрегіндегі махаббатты жасырып, қойманың есігін жауып кетті. Мұны білген анасы түн ортасында пышақ алып қоймаға келіп, қызды өлтірмек болды. Дәл сол сәтте Каран жетіп келіп, шешесін тоқтатты. Ол анасынан өмірін қатерге тікпеуін өтініп, қызды бәрібір мойындататынына уәде берді. Ал Сира өз жоспарын бастаған еді. Ол күйеуін жоғалтқан соң бұл үйде өзіне орын жоқ екенін айтып, кеткісі келгендей болды. Бірақ Каранның анасы оны жібергісі келмеді. Дәстүр бойынша ол марқұм күйеуінің інісіне тұрмысқа шығып, сол шаңырақта қала алатын. Бұл Сираның ойлаған арманы еді. Ол қарсыласқансып, бірақ ақыры көнгендей болды. Анасы бұл шешімді Каранға жеткізгенде ол ашуланды. Ағаның сүйегі суымай жатып, қалай мұндай масқараны істейміз деді. Бірақ анасы қасарысып, Сираны күтіп аптауда ағасына жасаған парыз екенін айтты. Каран қызды ағаның бейітіне апарып, оны қылмысын мойындатуға мәжбүрледі. Қыз болса қайта-қайта мен ешкімді өлтірген жоқпын деп қана жауап берді. Кейін оны ағасының өлген жеріне апарып көрсетті. Сонда да қыз кінәсін мойындамай, сенбесең өлтіре бер деді. Ақыры Каран үйге оралған соң анасына Сираға үйленуге келісімін берді. Анасынан бұл хабарды естіген Сира қуаныштан күлкісін әрең жасырды. Каран көліктің жүк салғышынан қызды шығарып, үйге кірмек болғанда ағаның сырттағы әйелі кішкентай қызымен келіп тұрды. Әйел Каранға оның ағасы осы қыздың әкесі екенін айтты. Каран тіпті ойламаған еді, бала сүйе алмайтын ағасының сыртта бір заңсыз қызы барын әйел дәлелдерін көрсеткен соң ғана сенуге мәжбүр болды да, оны үйіне ертіп келді. Алғашында Каранның анасы әйелді ұлының досы деп ойлады, бірақ Каран әйел мен ағасының арасындағы байланысты айтқанда бәрі аң-таң болды. Сол сәтте Сира қатты қорықты. Ол әйелдің мұнда келуге батылдық танытатынын күтпеген еді. Оның көп жылдан бері жоспарлап жүрген ойы іске асайын деп тұрған. Енді бәрі быт-шыт болғалы тұрды. Сира әйелге ашулы көзбен қарап, оны қуып шығаруға тырысты. Ал Каранның анасы да сенбей, әйелді алаяқ деп ойлады. Сира да оны қолдап, әйелді қуып шығуға әрекеттенді, бірақ әйел сенімді күйде. Сира бұдан әрі алдаусыратпа. Күйеуің сенен жылдар бойы жасырып келген, енді бәрін айтатын уақыт жетті деді. Бұл сөзден Каранның анасы да абдырап қалды. Каран әйелдің берген дәлелдерін, ағасының денсаулық тексеру қорытындысын және екеуінің бірге түскен суреттерін көрсеткенде, анасы шындыққа көз жеткізді. Сонда оның көкейінде сұрақ туды. Егер ағасы бала сүйе алатын болса, неге Сира екеуі осынша жыл бала сүймеді? Әлде Сираның өзі бала көтере алмай ма? Сира бұл сұрақтан жалтару үшін су әкелуге кетіп қалды. Дәл сол сәтте анасы кішкентай қыз іздеп басқа бөлмеге кірді. Сира әйелді шетке шығарып қорқытты. Біздің бұрын кездескенімізді айтатын болсаң, бұл дүниеде қызыңды енді ешқашан көрмейсің деді. Әйел қорқып қалды. Сира су құйып келген соң Каранның анасы сұрады. Сен маған сонша жыл өтірік айтып келдің бе? Сира жасанды өкінішпен. Мен талай рет ағадан бәріне шындықты айтуын сұрадым. Мен бала таба алмайтынымды мойындасын дедім. Бірақ ол рұқсат етпеді. Енді біліп тұрмын. Себебі оның сыртта басқа әйелден туған баласы бар екен. Мен оны шын сүйдім, ал ол мені алдаған деді. Анасы үнсіз қалды. Сира сөзін одан әрі жалғап, жылаған кейіп танытып, мен сірә бұл үйден кетуім керек шығар деді. Ағаның қызы мен әйелін Каран үйде қалдырды да ДНК сараптамасын жасауға бұйрық берді. Ал қыз сол кезде қойма бөлмесінде қамалып отырған еді. Ол тамақ ішпей, су ішпей жүргенін естіген Каран ашуланып келіп, одан мұның мәнін сұрады. Не, осылай аштан өлейін деп пе едің? Сен әлі ағама жасағаның үшін кешірім сұраған жоқсың. Қыз көз жасын тыя алмай, мен ешкімді өлтірген жоқпын. Каран, мен сені шын сүйемін. Сен бір күні бәрін түсінесің. Шындық ашылғанда менің кінәсіз екенімді өз көзіңмен көресің деді. Осы көріністі сырттан бақылаған Сира шошып кетті. Ол қыздан тезірек құтылмаса, Каран оны сүйіп қалады деп қорықты. Сол түні Сира ешкім жоқта қойманың есігін ашып қойды. Қыз есік ашық тұрғанын көріп, еш жамандық ойламай, сөмкесін алып сыртқа шықты. Сира ішінен қуанып, енді Каранды ешкім тартып алмайды деп ойлады. Бірақ үйге кіре бергенде анасына жолықты. Анасы Каран мен Сираның үйленуін әлі де қалайды. Бірақ Сира бала көтере алмайды. Сондықтан анасы бір шешім ұсынды. Басқа әйелден Каранға бала сүйгізіп, оны Сира екеуіне асырату. Сира осы шартқа ғана келіссе, үйлену мүмкін болады деді. Ал сол кезде қыз кетіп қалайын ба, әлде Каранның қасында шындық ашылғанша күтейін бе деп ойлады. Бірақ ол шешім қабылдап үлгерместен, кенеттен әкесі мен ағасы келіп, оны күштеп алып кетті. Каран мұны ести сала бақылау камераларынан көріп,
дереу олардың соңынан үйіне барды. Бірақ үйден қызды таба алмады. Каран кеткен соң ғана әкесі қызды шкафтан шығарып, таңертең оны бай шалға сатып жіберуге шешім қабылдады. Таң ата қызды сүйрелеп үйден шығарғанда, ол бар күшімен қарсылық көрсетті, тіпті тәпішкесі түсіп қалды. Сол сәтте Каранның жіберген адамдары да үйге келіп қалды. Ол көліктен қыздың айқайлаған дауысын естіп, аулада тәпішкесін көрді, бірақ қыздың ағасы көлікті қатты айдап кетіп қалды. Каранның адамы бірден хабар берді. Каран да дереу артынан қуып шықты. Қызды шалдың үйіне жеткізген соң, шал қуана неке көйлегін алып шығып, қызға кигізуге мәжбүрледі. Егер қарсыласса, Каран мен оның отбасын өлтіремін деп қорқытты. Қыз амалсыз неке көйлегін киді, бірақ шал оның үстіне төніп келгенде, қыз үреймен: "Мені өлтір, бірақ мен Каранмен бұрыннан біргемін" деп айқайлап жіберді.